Бәріңе сәлем, сендер менемсе. Бүгін мен выживаниямның екінші бөлімі жалғастыратын боламын. Егер естеріңде болса, өткен бөлімде біз мынандай бір кішігірім үй салған болатын сөзімізге. Және де өздеріңіз қарап отырсаңыздар, кішігірім деревня таптық. Енді бұл жолы менің ойымша шахтаға кіреміз деп ойлаймын. Мына қасымызда бір шахта тұрген. Осы шахтаға кірейік. Кішкене ғана өзімізге камень теріп алайық та. Камень теріп алып, мына не істейік? Қалай чөт пеш жасап, как положено бәрін жасап алайық қазір. Выживаниямызды. Сосын кейін уголь тауып, железо тауып. Мына мен түнді әрең өткіздім, әйтеуір бір зомби өлтірген кезде мынандай бір железный слиток берді. Бұл өте жақсы енді, әрине. Қазір енді өзімізге меч жасап алайық. Әйтсем, түнде зомбиларды, соларды өлтірген кезде мечім сынқылды. Әзірге орай. Қарны ашып кетті. Тамақ жеп алайық. Мына кішкене дауысын шығара салайын ба? Үйге барайық. Өздеріңіз көріп қандай, мен мынандай кішігірім бір шейдер қостым. Нормаль екен, қатты екен. Иә, өзімізге бірінші сундук жасайық. Сундукты қоямыз. Ішінен заттар тапсақ. Горячая штучка деген достижение орындалыпты. Бұның ішіне не істейміз? Бұның ішіне қазір. Бұның ішіне тамақ қойық. Песокты қалдырайық. Керек емес заттардың барлығын қалдырайық. Мынау керек емес. Керек. Так, мынау да керек. Мына блоктарға керек болады қазір. 8 булыжник өзіміздің заттарымызды обновить етіп алайық қазір. Кирка. Меч. Міндетті түрде. И болды. Шахтаға барайық. Әйтеуір железо табамын деген үміттемін. Железо тапсам, бәрі жақсы көреді. Қазір. Мына жер бірақ бір жаман, слишком қараңғы екен. Бір жарық болғанда. Мына жерде бір уголь көрдім. Қазір бір угольді алып, өзімізге жасасылайық факел. 4 тау факел жетеді деп ойлаймын. Мінеки. О, дайын железо. Жоқ, ой, істеді мен. Дайын железоны алып алайық. Иә, мінеки. Мына угольдарды да алып алайық. Мына шейдермен өте керемет көрінеді екен. Қазір енді мына пещерада енді вообще түк жоқ екен. Қазір енді пустынядан пещераны іздейтін боламыз. Мүмкін кім біледі, храм тауып қалатын шығамыз. Мына жерде басқа түк жоқ екен. Жарайды, кеттік. Барып пещера, шөл даладан пещера іздейік. Уже түс боқыпты. Түстен ас кетті. Тез барып пещера іздеп келейік. Бар болса бір көп уголь, железолар теріп келейік. Қазіргі жағдайда маған уголь өте керек. Қазір храмда болса өте керемет болатын еді. Мына карта загружаться етіп жатыр еді. Адасып кетпесін бұл. Ең бастысы. Мына жерде бір пещера бар екен, дұрыстап көріп алайын.
Үй. Карта загружается Петр. Мына жерде бір пещера бар екен, мынаушы. Мынау бір пещера екен. Мына карта загружается Петр, что-то. Кішкен дальності 8-ге қойдым, 8-ге қойын. Нормально. Храм. Ес, храм. Храм тауып алдым. Мәссен қазір астындағы сундықтарды қараймыз, міндетті түрде. Қандай сундықтар бар екен. Мына жерден қазайық былай. Мына ең бастысы мына ортадағы плитаны баспау керек. Егер плитаны бассақ, плитаның астында динамит бар. Золотая конская броня. Керемет, бұл да жақсы. Железный. Золотое яблоко. Золотое яблоко да бізге өте керек. Сочерная книга защита 1-ге. Көп железо тауып наковальня жасаған кезде осы кітап керек болады бізге міндетті түрде. Және де міне. Иә. Енді мында біз өзіміздің сундықтардың барлығы қазып алайық. Қазып алайық та қойған. Сундықтар бізге керек болады. Мынаны қолмен етсілайық. Иә, енді қалай шығамыз? Қап, бас кеттім. Ё-моё. Өліп қалдым ғой. Қап. Так. Енді қазір кеш бата, түн батайында қапты. Үйімізге қайттан кірейік. Не істеп жүрсің сен? Изумруд па. Иә, мына сундықтарды алып алғаным дұрыс болды. Енді осы жерге қоя салайын. Кетші яр. Мінеки. Аны бұлай жерге қойсылар. Қазір мен мына дальностың кішкене азай салайын. 5-ге. Әдісімен кәдімгідей қатып жатыр. Болды. Иә, енді 16 жарына свинина дайын болыпты. Енді железная руданы қайнатайық. Қаши мұны жындамы. Керек емес аттарды әзірше сақ қойық. Блоктар маған өте қазір керек. Қатты. Мынаудан. Так, тағы да не керек емес. Песок блок ретінде керек. Мына блоктарды да қоя салайын. Реттеп. Тамақ, уголь. Мынауды. Бұлай. Маған әзірше 4-ді жетеді. Айтпақшы өзімнің үйіме освещение ойнаппын ғой. Қап-қараңғы. Бәсе, бізде уже 4 железный слиток дайын болыпты. Жақсы. Тағы біреу үлгере ма деп ойлап тұрмын. Біреу қойсылайық, на всякий случай. О, үлгерді. 6 железный слиток. Достиженияларды көре салайық. Так, мотыгамен маған хлеб жасау керек қазір. Так, тағы не жасау керек? Темір жол. Балық жасау керек. Алмаз табу керек. Әлі көп. Әлі көп орындайтын нелер. Так, мен мына жерде пшеницалар жатқан еді, содан нан жасасылайын. Міне, хлеб насущий. Достижение орындалды. Енді қазір өзіме мына енді каменный керек емес. Өзіме железный жасап алайын. Және де бір кирка жасасылайық. Алмаз тапқан кезде керек болады. Өзін қойсылайық. Иә, әзірге осылай.
мінекей бәрін қойып реттеп алдық. Енді охотаға барайық. Ай, керемет көріп тұр. Что, бірде бір монстр жоқ. Әлде менікі мирныйда тұрмын. Легкий қойсақ. Жоқ, нормальныйға қойсақ. Нормальныйда тұра берсін. Немене? Ешкім жоқ қой. Эндермен. Айтпақшы, мен айтқан болатын, мен сендерге факт айта кетем деген. Бір факт айта кетейін. Егер эндермен мұнау тиме кетті ол. Егер эндерменнің аяғынан ұратын болса, ол тез өледі. Себебі телепортироваться ете алмай қалады да. Өте тез өледі. Қазір менде жизнь аз. Эндермен өлгенсің. Қайда еттісің? Опа! Бәсе, маған судың ішінде тұрмады ора қалды ма? Қазір. Сен жөнде жібереміз. Землян қойсылар қазір. Бұны эндермен суға нетпейді. Суға түспейді ол. Сондықтан оны факел алып ойыншы айтпақшы өзімен бірге. Факел жоқ, ұят болып кетті вообще. Қоя сияқты. Ал кеттік. На. Ой, красавчик. Оңай өлтірдік. Факел тұстасам жанады. Опа. Ой, өлсеші. Блин, өліп қалғандарыш. Өлмейтін алар. Әлі түн. Эндер жемчуг. Ой, мынандай ма не? Лақтыр көрейікші. Телепортировать етеді екен. Опа! Міне. Жаңадан шыққан моб осы. Сіздерге айтқан. Газ. Мына телепортировать етеді. Бірақ неға ол осындай түсінден. Қазір мен текстур пакты ауыстырсылайын, пакет ресурсын. Кішкене қатып отыр. Fightfulға ауыстырсылайық. Fightful. 64. Әдісі мұна жемчугендер не оқыт түсіндім. Осылай жарық сияқты. Так. Мұна зомби қоймайды ғой. Ең біршісіне трасниктер не алайық. Трасниктер тез өседі. Мен сіздерге айтқан сияқты. 9 трасник. 9 трасникке тағы да екі қойып біз. Не мұны? Түсіндім. Онда бір нәрсе ма? Жарайды тұра берсін. Мына жақта бір зомби тұр. Кетей бар. Вот. Қайқа ұшып бірсін. Жарайды. Так. Менде пока что мыналар бар. Ал маған берілген уақыт аяқталған сияқты. Ал құрметті көрермендер, сіздермен болған мен МСМ. Осы серия сіздерге өте қатты ұнады деп ойлаймын, себебі мен бұл осы серияда өзіме керемет храм тауып алдым. Ол өте керемет храм.
Енді соның ішінде сундуктарды алып, неше түрлі зат таптық. Тіпті золотая яблоканы да таптық. Енді келесі бөлімде біз кәдімгі шахтаға барамыз деп ойлаймын. Енді сіздермен болған мен Емсем. Арнаға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған мен қош сау болыңыздар.